Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздермен бүгін ерекше кешкі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағамның қаттама япма деп атайды. Жасалу жолы басқа тағамдарға ұқсағанымен дәмі өте керемет және де өзгеше болып шығады. Сіздерге ұсынып отырмын, міндетті түрде жасаңыздар. Ең бірінші тығыз қамырды елеп аламыз. Ұнның бетіне тұзды салдым және де өте салқын су қажет. Қолдарыңызбен жақсылап тығыз қамыр елейтін боласыздар. Мен Kenwood'да еледім қамырды. Салқын суды құйып, жақсылап қамыр елейміз. Міне қамырымыз дайын, өте тығыз, өте әдемі қамыр болып шықты. Осы қамырды салафанға салып, бетін жауып қойып қоямыз жарты сағатқа кемінде. Өздеріңіз қалаған етті пайдалана берсеңіздер болады. Мен сиыр етін алдым. Етті қатты майдалап жібермейміз, дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Кубиктап турайсыздар, бірақ та қатты майда болып кетпесін. Дәл осылай турап аласыздар. Қабырғадан да кішкене бөліп салдым мен осылай сүйектерден. Кішкене ғана. Және де қызып тұрған майға барлығын салып, жақсылап қуыратын боламыз. Отты барынша қосып қойып, міне дәл осылай. Дәміне қарай тұз, бұрышты осы кезде салып аламыз. Еттің суы шығуы тиіс, осылай қуырылып жатқан кезде. Сол кезде бетін жауып, астын жай басып қайнататын боламыз 1 сағаттай. Егерде суы тартылып қалып жатса, 100-200 грамм су құйып қайната берсеңіздер болады. Арасында бетін ашып, осылай қарап тұрыңыздар. Суы қатты тартылып, күйіп кетпесін. Қамырымыз жақсы июі қалынғаннан кейін осылай ұнға батырып алып, жақсылап жаятын боламыз. Дөп дөңгелек етіп, және де жұқалыға еттің қамырындай болса болады. Қамырды жайып болғаннан кейін бетіне 50 грамм сары майды ертіп, осылай құйып шығамыз айналдыра. Және де қамырдың бетіне түгелдей кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Қамырдың бетіне бір келгетіп аскөкті саламыз. Менде жусай, көк пиязды да пайдалансаңыздар болады, егерде жусай болмаса. Жусаймен енді дәмі ерекше болып шығады. Сондықтан жусай тауып жасағандарыңыз дұрыс. Қаттама нанды орағандай, дәл видеодағыдай осылай түгелдей орап шығамыз. Оралған қамырды дәл осылай қайтадан видеодағыдай ішіне қарай орайтын боламыз. Қысып тығыздап ораймыз. Ажырап кетпесін ортасы. Бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. Еттің суы тартыла берген кезде бірденнен пиязымызды осылай дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Қатты жұқа етіп жібермеңіздер, кішкене кубиктап турасаңыздар болады. Еттің бетіне пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз ең алдымен. Оттың астын шығармаңыздар, жай отта жақсылап қуырылсын, бетін жауып қоямыз. Пияз жақсылап қуырылғаннан кейін, дәл видеодағыдай көріп отырғандарыңыздай картопты және капустаны жақсылап осылай 4 бұрышты етіп турап саламыз. Қатты майдалап жібермеңіздер. Менің осыларды салып жатқан видеом түспей қалыпты. Дәл осылай араластырып қоямыз. Дәл видеодағыдай қызанағымызды саламыз бірденнен, және де болгар бұрышын, сәбізді саламыз. Және де томат пастасын да ұмытып кетпеңіздер. Томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз осыларды. Видеодағыдай тураңыздар, қатты майдалап жібермеңіздер. Міне. Дәл осылай жақсылап қозғағаннан кейін бетіне су құятын боламыз. 250-300 грамм су құйып, бетін жауып, астын жай отқа қойып қоямыз. Жай қайнауы тиіс. Міне. Суы кішкене қайнағанша осы кезде қамырды жайып аламыз. Міне, дәл осылай қатты баспаңыздар. Жусайлары бетіне шығып кетуі мүмкін. Қазандарыңыздың бетіне сиятындай етіп, осылай тез-тез жайып жібереміз су қайнағанша. Міне, менде осындай қалыңдықта болды. Қазаныма сиятындай етіп жайдым. Қазанның бетін ашып, қамырды осылай саламыз бетіне. Қамыр түгелде қазанды осылай жауып тұруы тиіс. Астын жай басып, бетін жауып, жай отта жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағатта пісіп қалады.
Жарты сағаттан кейін өшіріп 5 минутта кішкене тұндырып қойдым жай. Толықтай 35 минуттан кейін бетін ашып жатырмын. Иісі енді мұрынды жарардай болып тұр. Қамырды ең бірінші тақтайдың бетіне түсіріп аламыз. Жақсылап араластырып жіберіп, шұңғыдау ыдысқа саламыз. Менде су толықтай тартылған екен. Кішкене сулы болып тұрса да болады. Барлығын осылай шұңғыдау ыдысқа салып аламыз. Егерде сіздердің үйлеріңізде көп адам болса, бұл ингредиенттердің барлығын 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бізде үйде адам аз болғандықтан осылай жасадым мен. Қамырды ең бірінші пицца тәріздес етіп кесіп аламыз, дәл осылай. Негізінде қамырдың өзін жесеңіздер де өте дәмді. Менде балалар қамырын ұнатады, пицца деп жейді бұл қамырды. Қаттаманы салманың бетіне осылай әдемі етіп береміз. Өте әдемі және де аппетитный көрінеді. Егерде менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіз, және де қазақша контентті қолдау үшін, қазақша каналдың дамуы үшін міндетті түрде өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Және де астындағы подписаться батырмасын басуды да ұмытпаңыз. Жәндегі қоңыраушаны да басып қойыңыз. Менің бірде-бір рецептімді бос жібермейтін боласыз. Бұл тамақты қалай жейді десеңіздер, бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Нанның бетіне начинканы салып жесеңіздер де болады, немесе осылай суына батырып жесеңіздер де болады. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, үйдегілерді қуантыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.